Қайырлы күн YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен қамыры өте жұмсақ әрі қытырлақ болып шығатын майда қуырылған пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысқа қант, аштығы, тұз, жылы суды құйып араластырып аламыз. Оның жарты бөлігін салып араластырып аламыз. Онды електен алдын ала жақсылап өткізіп дайындап алдым. Егер де електен өткізсеңіздер, қамыры өте жұмсақ болып шығады. Бетін жауып 15 минут жылы жерге қойып қоямыз. Міне осылай аштығы ісініп дайын болады. Үстіне сұйық майды құйып, оның жарты бөлігін салып, қамыр елеп аламыз. Дайын қамырды салафанға немесе пищевой пленкаға орап, 1 сағаттай тағы да қалдырамыз. Салмасын дайындау үшін тұзды суда алдын ала картопты пісіріп дайындап алдым. Үстіне қалауыңыз бойынша көк жуа, укроп салсаңыздар болады. Және жуаны майда қуырып алдым. Дәміне байланысты тұзын бұрышын салып, картопты езіп аламыз. Қамыр дайын болды. Қамырды бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Қамырды жаю үшін оқтауды қажет етпейді. Қамыр өте жұмсақ, қолымызбен басып аламыз және салмасын салып, жақсылап түйіп аламыз. Барлық бөлігін дәл солай дайындап шығамыз. Кастрюльге майды құйып, отта алдын ала қыздырып алдым. Пирожкилердің барлығын қуырып аламыз. Бір беті жақсылап қызарып, қып-қызыл болып шығады. Осылай аударып аламыз. Міне пирожкилер де дайын болып қалды. Өте жұмсақ әрі қытырлақ болып шықты. Сіздер де осы рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл рецепт өте керемет рецепт. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет.